بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Бүгінгі сабағымыз иншалла кіші ширк тақырыбы, ширкул асғар. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам ақиданы сақтап қалу үшін, таухидты қорғау үшін кейбір амалдарға тыйым салушы еді. Олар үлкен ширк болмаса да, ақиданы бұзылуына алып баратын ширк амалдары еді олар. Оларды ғалымдар кіші ширк деп алды. Құранда Аллах Таалаға ешкімді тең қылмауға бұйырады. وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. Аллахқа ешкімді тең қылмаңдар деді. Андад деген ол нит сөзінен алынады. Соның көпше түрі. Тең қылу. Ешкімді Аллахқа тең қылмаңдар. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Сендер білесіңдер, шынында Аллах ешкімге тең болмайтынын дейді. Осы аяттың тәфсірінде Абдулла ибн Аббас айтады, андад деген ол көрінбейтін ширк дейді. Осындай түрде қараңғы түнде қара тас үстіндегі қара құмырсқаның аяғы сияқты көрінбейтін ширк ол дейді. Бұл сөз дейді біреу өзінің өмірімен ант етуі. Хаяти, әлде ва хаятук деп, өміріммен ант етем, сенің өміріңмен ант етем деген сөздер дейді. Әлде мына ит болмағанда бізге ұру келер еді деген сөз. Әлде мына қаз болмағанда бізге ұру келер еді деген сөз дейді. Әлде Алла және сен қаласаң, әлде Алла және сен болмағаныңда деген сөздер дейді. Ла таджал фиха фулан. Ешкімді қойма ол жерге дейді. Бұның бәрі Аллахтың қалауымен болатын нәрсе. Сен ешкімді оған себеп қылма, қойма дейді. Хада куллуху бихи ширк. Кім оны істесе, соның бәрі Аллах қосылған ширк болады дейді. Демек, негізінде бұл аятта үлкен ширк, кіші ширк бәрі бірге айтылып жатыр. Андад деген кезде, тек қана кіші ширк емес. Абдулла ибн Аббас кіші ширктен бастап жатыр. Бұл әншейін нәрсе емес екенін көрсету үшін. Бұл маңызды нәрсе екен. Өйткені кіші ширк ол үлкен ширкке алып баратын жол болғандықтан адам баласы ондан сақтану керек. Көп адамдар бұған надандықпен түседі. Ал басқа бір адамдар оны жеңіл көріп, бұнда тұрған еш нәрсе жоқ деп істейді. Ал бірақ бұл сақ болу керек болған амалдар екен. Неге? Өйткені ол сондай бір түрде болады, сезілмейтін, көрінбейтін түнде, қараңғы түнде қара тас үстіндегі қара құмырсқаның аяғы сияқты көрінбейтін ширк ол деп Абдулла ибн Аббас айтып жатыр. Бұған жеңіл қарауға болмайды. Неге? Өйткені ол адам баласын ислам дінінен шығаратын үлкен ширкке айналуы мүмкін, егер ол өз уақытында тоқтатылмайтын болса. Иншалла, сондай амалдардың кейбіреулеріне тоқтайық бүгін. Біріншісі, әл-халафу биғайриллах дейді. Аллахтан басқаның атымен ант ету. Мұны ғалымдар кіші ширк деп алды. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам бұл нәрсеге тыйым салған еді. Омар бин Хаттаб риwayat еткен хадисте, "Ман халафа биғайриллах фақад кафара ау ашрак" дейді. Кім Аллахтан басқаның атымен ант ететін болса, ол кафир болды, әлде мушрик. Аллахтың атымен ғана ант ету ол бұйрық. Кім Аллахтан басқаның атымен ант ететін болса, ол кафир болды, әлде мушрик дейді. Әлде деген сөзге хадис ғалымдары тоқталған кезде бір тобы айтады, әлде деген бұл жерде Аллаху алам риwayat еткен кісінің күмәні болар дейді. Кафир деді, әлде мушрик деді деген сөз болар дейді. Екеуінің біреуі. Деп айтса, басқа бір тобын айтатыны, әлде деген сөз кейбір кезде және деген мағынаны да береді. Уау деген. Сондықтан фақат кафара ау ашрак дегені, кім Аллахтан басқаның атымен ант еткен болса, ол кафир болды және мушрик болды деген сөз дейді. Өйткені мушриктің бәрі кафир. Үлкен ширк жасайтын болса пенде, ол куфр. Ал біз бұл жерде оны кіші ширк деген себебіміз, ол исламнан шығаратын амал болмағандықтан, Аллахтан басқан атымен ант ету ол діннен шығармайтын болғандықтан, оны ғалымдар кіші ширк және кіші куфр деп алды. Бірақ әншейін нәрсе емес екен. Кім Аллахтан басқан атымен ант ететін болса, ол кафир болды, әлде мушрик дегені күнә жасады деген сөз. Қайбір болса да, куфр болса да, ширк болса да. Ал өкінішке орай қазір осы сөз адамдардың арасында өте көп таралып кеткен. Аллахтан басқаның атымен ант ету. Көп адамдар бар, мысалы, өз өмірімен ант етеді, әлде басқаның өмірімен, әлде әкесімен, әлде баласымен, нанмен, пышақпен ант ететіндер өте көп. Бұның бәрі Аллахқа ширк қосу. Осы істеп жатқан кісі басқа сондай бір махлуқты, қолынан келмейтін, еш нәрсе қолынан келмейтін бір махлуқты Аллахқа теңеп жатқанынан хабар болмай қалады.
кіші ширк болса да. Сондықтан пенде бұның бәрінен сақтану керек. Абдулла ибн Масуд айтады: мен Аллахтан басқаның атымен ант етіп шындықты айтқандан көре, Алланың атымен ант етіп өтірік айтқанды жақсы көремін дейді. Лиян ахлифа биллахи казибан ахабу илейя мин ан ахлифа биғайрихи садиқа дейді. Мен Алланың басқаның атымен ант етіп дейді, шындықты айтқаннан көре, Алланың атымен ант етіп өтірік айтқанды жақсы көремін дейді. Негізінде Аллахтан басқа Аллахтың атымен ант ету өтірік нәрсеге ол күнә. Ол жаман нәрсе. Оны істеуге болмайды. Бірақ бұл Аллахтан басқаның атымен ант еткенден жеңіл дейді. Өйткені Аллахтан басқаның атымен ант ету деген ол ширк. Одан жеңіл болады дейді. Әрине Абдулла ибн Масуд мен оны істеймін деген сөз емес, әлде істеуге болады деген рұқсат беріп отқан жоқ бұл нәрсеге. Оны істегенше мына абзал болар деген сөзі. Тіпті Аллахтан атымен айтып тұрып өтірікті айтқаным маған жақсы болады дейді. Басқаның атын айтып шындықты айтқаннан көре дейді. Сондықтан мұсылман кісі жахилдікке алып баратын, әлде жахилия кезінде істелетін нәрселердің бәрінен сақ болу керек. Оның бәрінен құтылуға әрекет қылу керек. Пайғамбарымыз алейхиссалам соған бұйырған еді бізді. Хадисте айтылғандай: "Ман кана халифан фалияхлиф биллах ау лиясмут" дейді. Кім ант ететін болса, Аллахтың атымен ғана ант етсін дейді. Өйткені пендеге басқа нәрсеге рұқсат берілген жоқ. Ол тек қана Аллахтың атымен ғана ант етуге тиісті. Аллах Тағала ненің атымен ант етсе, өз еркі. Өйткені барлық нәрсенің махлуғы. Ал пенде жалғыз Раббысының атымен ғана ант етеді. Сондықтан "Ман кана халифан", кім ант ететін болса, фалияхлиф биллах, тек қана Аллахтың атымен ғана ант етсін деді. Ау лиясмут, әлде үндемесін деді. Әлде ант етпесін. Басқа бір хадисте айтады: "Ла тахлифу би абаикум", әкелеріңнің атымен ант етпеңдер. Әкелеріңмен ант етпеңдер. Жалғыз Аллахпен ғана ант етуге бұйырылдық. Осы бұйрық. Және кімге Аллахпен ант етілетін болса, ол разы болуға тиісті. Егер біреу оған "Валлахи" деп ант етіп жатыр ма бір нәрсеге, ол міндетті түрде оған разы болу керек. Егер жоқ, сен өтірік айтып жатсың, сен өтірік ант етіп жатсың, әлде сенің жүрегіңде басқа нәрсе бар десе, ол Алланың әміріне қарсы шыққан кісі. Ол пайғамбарымыз алейхиссаламның әміріне қарсы шыққан кісі. Өйткені Аллахтың атымен ант еткен кісінің сөзі сөз. Пайғамбарымыз алейхиссалам бұл жерде айтады: "Ман халафа биллахи фальястуқ", кім Алланың атымен ант ететін болса, шындықты айтсын. Аллахтың атын айттың ба, шындықты айт. "Ва ман хулифа лаху биллахи фальярда", дейді. Ал кімге Алланың атымен ант етілетін болса, разы болсын дейді. Алланың атымен ант етілді ма, ол разы болсын дейді. "Ва ман лам ярда фалайса мин Аллах", ал кім оған разы болмайтын болса, ол Аллахтан емес дейді. Кім разы болмайды ол сөзге, "Валлахи" деген сөзге кім разы емес, ол Аллахтан емес дейді. Тіпті осы жайлы имам Бухари риуаят еткен хадисте Айса ибн Марьям, Айса пайғамбар бір күні базарда кетіп баратып, бір кісінің уырлап атқанын көрді дейді. Бір кісінің ұрлық жасап атқанын көрді. Тіпті көзімен көріп тұрған болса да, бұл нәрсенің болмайтынын пайғамбарымыз үйретіп жатыр бізге. Қарайды, бір кісі уырлап жатыр бір затты. Қасына барды да "Асарақты" деді. "Уырлап атсың ба" дейді. "Уырлап атсың ба" деген еді, ол кісінің айтқан. "Кәллә" деді. "Валлахи лази ла илаха гайру". Одан басқа ғибадатқа лайықты ешкім болмаған Алланың атымен ант етемін, жоқ деді. Көріп тұр көзімен. Сөйтіп Айса пайғамбар айтқан: "Аманту биллахи ва кадабта айни" деді. Аллахқа иман келтірдім, көзімді өтірікші қылдым дейді. Көзімге сенген жоқпын дейді ол. Аллахқа иман келтірдім. Неге? Өйткені Алланың атымен ант етіп тұр. Одан басқа ғибадатқа лайықты ешкім жоқ, Алланың атымен ант етемін, мен оны істеген жоқпын дейді. Ал негізінде көріп тұр, ол ұрлық жасап жатқан. "Аманту биллахи ва кадабта айни" дейді. Аллахқа иман келтірдім, көзімді өтірікші қылдым дейді. Сондықтан Алланың атымен ант етілді ма, ол разы болуға тиісті екен. Екіншісі, ол бана жоғарыда айтып кеткендей, сен және Аллах қаласа, әлде сен және Аллах болмағанда, сен мен Аллахтан басқа сүйенетін ешкімім жоқ деген сөздер. Бұның бәрі ширк сөздер. Кіші ширк болғанымен, бұлар ширк дейді. Сондықтан пенде бұл сөздердің бәрінен сақтану керек. Ахмад бин Хамбал риуаят еткен хадисте айтылады, бір күні бір яһуди келіп пайғамбарымыз алейхиссаламға айтты дейді: "Антум тушрикун" дейді. "Сендер Аллахқа ширк қосасыңдар ғой" дейді. "Тақулуна ма ша Аллаху ва ши'та ва тақулуна вал Каъба" дейді. Сендер Алла және сен қаласа деген сөзді айтасыңдар. Вал Каъба, Каъбаның атымен ант етем деп айтасыңдар дейді. Сендер дегенде енді пайғамбарымыз алейхиссаламның емес, ол кейбір мұсылмандардың айтатын сөзі ол. Сөйтіп пайғамбарымыз алейхиссалам бұйырды дейді: "Маша Аллаху сумма ши'та" десін. Аллах қаласа, кейін сен қаласаң десін.
әлде вараббул кааба десін, каабаның раббысы мен ант етем десін дейді. Осы екі нәрсені яһудилер келіп айтып жатыр. Сендер Аллахқа серік қосасыңдар, сендер Алла және сен қаласа деген сөзді айтасыңдар деген еді. Пайғамбарымыз ашылсам оны өзгертті. Алла және сен емес, Алла кейін сен қаласаң деп айтыңдар деді. Және вал кааба деп каабаның атымен ант етесіңдер деген еді. Вараббул кааба деп ант етіңдер деді. Каабаның раббысы мен ант етем деп айтыңдар деді. Басқа бір хадисте Абдулла ибн Аббастан айтылады. Бір кісі келіп пайғамбарымыз алейхиссаламға маша Аллаху ва ши'та деген кезде, сен және Аллах қаласа деген кезде, пайғамбарымыз оған айтты: ажалтани лиллахи нидда, сен мен Аллахқа тең қылдың ба дейді. Сен мен Аллахқа тең қылдың ба дейді. Құл маша Аллаху вахда, жалғыз Аллахтың өзі қаласа ғана дейді. Жалғыз Аллах қаласа ғана болады ол сен деп айтты дейді. Осы хадистер бізге ашық түрде баяндап жатыр. Сен және Алла және сен қаласаң, Алла және сен болмағаныңда, әлде мені Аллах пен сеннен басқа сүйенішім жоқ деген сөздер, ол ширк сөздер. Оның бәрінен сақтану керек. Ал айту керек болатын болса, онда және емес кейін сөзімен айтылады. Аллах қаласа кейін сен, әлде менің сүйенішім Алла кейін сен дейтін болса, ол иншалла зиян жоқ ол сөзді. Ал бірақ және мен айтылатын болса, ол зиянды сөз, ол ширк. Ал кейін мен айтылатын болса, онда мағынасы өзгерді оны. Өйткені біздің қалауымыз Аллах қаласа ғана болады. Біздің қалауымыз Аллахтың қалауынан кейін тұрады. Құранда Аллах айтқандай: "Ва ма ташауна илля ан яша Аллах". Аллах қаласа ғана сендердің қалауларың болады деді. Сондықтан пенде кейін деп айтатын болса, иншалла оған зиян жоқ. Үшіншісі, ширку фин ният вал мақасид. Ниетте және қалауда болатын ширк. Пенде өз ниеті мен қалауымен де Аллахқа серік қосып қоюы мүмкін. Бұл екі түрлі болады. Бірінші түрі ар-рия дейміз. Басқаларға көрсету үшін істелетін амал. Ал-мурад бихи изхарул ибада дейді. Бұнан риядан мақсат ғибадатты басқаларға көрсету, адамдарға көрсету үшін. Ғибадат жасаған кезде пенде соны басқаларға көрсету мақсатымен істеуі. Бұл ширк амалы. Бұл нәрсеге тыйым салынған еді. Пайғамбарымыз алейхиссалам айтқандай: "Ахвафу ма ахафу алейкум ширкал асғар". Мен сендерге ең көп қорқатын нәрсем ол кіші ширк деп айтқан еді. Сол кезде я Расулаллах не ол деп айтқан кезде ар-рия деді. Адамдарға көрсету үшін істелген іс. Пенде адамдарға көрсету үшін іс істемеу керек. Және ол ісін басқаға айтуға да болмайды. Рия үшін істелген істі ешкімге хабар да бермейді. Әлде істеген хайырлы ісін ашық басқаға айтпайды. Алла ризалық үшін істелген іс болатын болса, оны жариялауға болмайды. Оның өзі рия. Құранда Аллах Тағала айтқандай: "Қул иннама ана башарун мислукум юха илайя аннама илахукум илахун вахид, фаман кана ярджу лиқаа раббих фали'амал амалан салихан ва ла юшрик би ибадати раббих ахада". Кахф сүресінің соңғы аят. Айт, мен сендер сияқты пендемін, маған вахи келеді деп. Аннама илахум илахун вахид. Шынында сендердің илахтарың ол жалғыз илах, бір илах. Фаман кана ярджу лиқаа раббих. Ал кім Раббысымен кездесуді үміттеніп жүрген болса, фали'амал амалан салихан, онда ізгі амал жасасын. Ізгі амал деген онда рия жоқ. Онда ешқандай басқаларға көрсету деген мақсат жоқ болған ізгі амал ғой. Фали'амал амалан салихан, ол ізгі амал жасасын. Вала юшрик би ибадати раббихи ахада. Раббысының ғибадатына ешкімді серік қылмасын деген тәфсирінде кейбір ғалымдар істелген салих амалдан кейін оны жариялау дейді. Бұның өзі рия. Бір пенде жақсы амал жасадым, оны жариялайтынымыз ол рия. Сауабынан айырылды оны. Ол ширк жасады. Сондықтан істелген хайырлы істің өзін жариялауға болмайды. Керісінше пенде оны жасырып, иншалла Аллахтан сыйлығын күтеді. Шейх Ибн Қайим рахмахулла осы аяттың тәфсирінде айтады: Аллах Тағала илахтықта жалғыз болғандай, жалғыз өз илах болғандықтай, ғибадатта да жалғыз болу керек. Ал амал салих дегеніміз ол рия қосылмаған сүннетпен байланыста болған амал ол дейді. Амал салих. Яғни Аллах Тағала жалғыз ба, жалғыз илах па, онда жалғыз ғибадатқа лайықты ғана сол болу керек. Одан басқа ешкімге ғибадат етуге болмайды. Ал салих амал хуа халис минар рия ал муқайяд бис сунна дейді. Ал халис амал деген ол риядан пак болған, риядан таза болған және сүннат амалына сәйкес болған нәрсе. Егер кімнің істеп жатқан ісі сүннатқа сәйкес болып, халис болған болса, ол риядан таза бағана салих амал болған. Сондықтан шынында салих амал дегеніміз осы. Екі нәрседен тұрады. Ол біріншісі халис Аллах үшін болғаны,
Амал істеп жатқан кісінің амалы жалғыз Аллах үшін. Ол жерде ешқандай рия жоқ, ешкімге деген біреуге көрсету әлде басқа мақсат жоқ. Екіншісі сүннетке сәйкес болуы оның. Егер кім істеп жатқан ісін қабыл болуын қалайтын болса, істеп жатқан амалдарынан сыйлық алғысы келсе Раббысынан, онда оның екі шарты болды. Біріншісі халисан лиллахи таала, жалғыз Аллах үшін істелу ол істің. Ал екіншісі пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламның сүннетіне сәйкес болуы оның. Ал кім адамдарға көрсету үшін істейтін болса, ондайларды Аллах Таала жек көретінін Құранда айтады. Маун сүресінде Аллах Таала айтқандай: "Фавайлул лил мусаллин аллазина хум ан салатихим сахун аллазина хум юраун." Фавайлул лил мусаллин. Қор болсын, қорлықта болсын намаз оқушылар. Қандай намаз оқушылар олар? Аллазина хум ан салатихим сахун. Олар намаздарында ғафилдер. Яғни бұл аяттың тәфсирінде тәфсир ғалымдар айтады, намаз оқыған кезде олар Аллахтан сыйлық күтпейді. Намаз оқытқанда олар Аллахтан қорықпайды. Аллахтан қорқып жатқан жоқ, тозақтан қорқып жатқан жоқ, Аллахтан сыйлық күтіп жатқан жоқ. Басқа бір тәфсирде олар намаз оқыған кезде ең соңғы уақыттарына апарып кешіктіріп оқиды намаздарын. Аллазина хум юраун деді. Және адамдарға көрсету үшін оқиды олар. Ол мұнафиқтың намазы. Олар намазда тұрған кезде адамдарға көрсету мақсат тек қана олардың. Сөйтіп ең соңғы уақытына апарып оқиды. Пайғамбарымыз алейхиссалам айтқандай, егер күн шайтанның екі мүйізінің ортасына келетін болса, ол жерді шоқығандай басын жерге ұрады дегені. Мұнафиқтың намазы. Ең соңғы уақытына алып барып оны адамдарға көрсету, ең соңына алып барып оқу, және ешқандай ниет жоқ одан. Аллахтың алдында иншалла бір сауап болсын, әлде бір күнәдан құтылайын деген ой жоқ. Сондай бір намаз оқитындар, олар мұнафиқтардың намазы. Басқа бір аятта Ниса сүресінде Аллах Таала тағы айтып кетеді: "Иннал мунафиқина юхади'уна Аллаха ва хува хади'ухум. Ва иза қаму иля салати қаму кусала юрауна ан-наса ва ла язкуруна Аллаха илля қалила." Мұнафиқтар Аллахты алдайды дейді. Юхади'уна Аллах, олар алдағысы келеді Аллахты. Ва хува хади'ухум, Аллах олардың өтірігін өздеріне қайтарады дейді. Алдағысы келеді деген не ол? Намазға тұрады олар. Негізінде пенде намазға Аллахтан қорқып, Раббысына ғибадат ету үшін өзінің пенде екенін мойындап тұруы керек болатын болса, мұнафиқтар ол мақсатпен тұрмайды. Бірақ сыртынан Аллахтан қорқатын тақуалы болып көрінгісі келеді. Аллах Тааланың разылығы үшін амал жасап жатқан кісі болып көрінгісі келеді. Біз сондай деп қабылдаймыз. Ал бірақ Аллах Таала алданбайды. Біз алданамыз. Ол алданбайды ғой. Сондықтан айтады: "Иннал мунафиқина юхади'уна Аллаха." Мұнафиқтар Аллахты шынында алдауға әрекет қылады олар. Ва хува хади'ухум. Аллах олардың өтірігінен шығатын зиянды өздеріне қайтарады. Ал-хади деген Аллахтың сипаты емес. Аллах өтірік айтпайды. Аллах өтірік істемейді. Аллах олардың өтірігінен шығатын зиянды өздеріне қайтарып қояды дейді. Қалай? Немен алдағысы келеді олар? Қалай өтірік істейді? Ва иза қаму иля салати қаму кусала. Егер олар намазға тұрса, еріншектікпен тұрады намазға. Ихласпен, сауап күтіп, Аллахтан қорқып тұрмайды. Қаму кусала, еріншектікпен тұрады. Юрауна ан-нас, адамдарға көрсету үшін. Намаз оқып жатыр деген сөзді есту үшін. Солардың арасында жүре беруге бір мүмкіншілік табу үшін. Ва ла язкуруна Аллаха илля қалила, Аллахты өте аз еске алады олар. Бұл мұнафиқтардың намазы екен. Ал пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам айтқандай, құдси хадисте Аллах Таала айтады дейді, ол ширкке мұқтаж емес. Және ширкті қабылдамайды Аллах Таала. Ана агна шурака ана ширк дейді. Мен ширк қабылдамайтынмын дейді. Яғни Аллах Таала ширкті қабылдамайды. Ол пенде ширкті қабылдайтын. Өзі істей алмайтын іске біреуді көмекші қылады да, екеуі бір-біріне серік болады. Өзінің қолынан келмейтін нәрсе болса, ол көмекші іздейді. Аллах Таалаға көмекші керегі жоқ. Аллах Таалаға ширк қосылатын ешкімнің қажеті жоқ. Ана агна шурака ана ширк. Мен ширкті қабылдамаймын деп тұр. Ман амила амалан ашрака ма'i фиhi гайри тарактуху ва ширках дейді. Кім егер бір амал жасап, оған мені басқаны маған серік қылатын болса, мен оны да ширкін де тастаймын дейді Аллах Таала. Яғни бір пенде егер бір амал жасап, бір хайырлы, салих, Аллах Таала разы болатын, жақсы көретін амалды жасап тұрып, басқа біреуді де оған серік қылатын болса, ол амалын Аллахқа және басқаға деп атайтын болса, Аллах Таала ол кісіні де тастайтынын, оның істеген амалын да тастайтынын айтып жатыр. Істеп жатқан кісі Аллахтан бір жақсылық күтіп істеген шығар. Аллахтан бір қорғаныш сұраған шығар, Аллахтан бір көмек сұраған шығар. Бірақ басқадан да сұрады ма, Аллах Таала оған көмек бермейді, оны қорғамайды, оны тастайтынын айтты. Және істеген амалын кімді серік қылған болса, соған қалдыратынын айтты. Ондан Аллах Таала еш нәрсені қабылдамайды. Неге? Өйткені Аллах Таала ширкқа жасалған амалды қабылдамайды.
Ибн Раджаб рахимахулла айтады, Аллахтан басқаға істелетін амал бірнеше түрлі болады дейді. Аллахтан басқаға істелген амалдың түрлері. Фатаратан якуну риаан махдан дейді. Кейбірде ол таза рия болады. Аллахтан басқаға істеліп жатқан амал таза рия. Адамдарға көрсету үшін, сол мақсатпен жасалады. Кама қала та'ала ва иза қаму иля салати қаму кусала. Егер олар намазға тұрса, еріншекпен тұрушы еді, юрауна нас, адамдарға көрсету үшін дегендер, мұнафиқтар. Мұнафиқтардың істеп жатқан амалы таза рия. Онда ешқандай бір Аллах үшін деген нәрсе жоқ. Ал муъмин кісі болатын болса, Аллахтан қорқатын, оның намазында және оразасында рия болуы мүмкін емес дейді. Шын Аллахтан қорққан муъмин кісінің дейді, намазы мен оразасында рия болуы мүмкін емес дейді. Вақад ястур фи садақатин ау хаж. Мүмкін қажылық амалында әлде закатта рия кіріп кетер пендеге, муъминге де. Өйткені ондай жағдайда шында рия болуы мүмкін. Бірақ оның намазы мен оразасында рия болуы мүмкін емес дейді муъмин, Аллахтан қорқатын кісі. Ал енді закатында, әлде садақасында, әлде тағы бір басқа амалдарында, әлде хаж амалдарында рия кіріп кетсе, ол бірден одан құтылуға әрекет қылу керек. Одан қашуға әрекет қылу керек. Әйтпесе, ол амалдары жойылады, бекер болады. Сөйтіп Аллахтың алдына азапқа лайықты пендеге айналады. Фатаратан якунул амалу лиллахи ва юшарикху рия дейді. Ал кейбірде басқа түрі Аллах үшін болады да амал, бірақ оған рия қосылады дейді. Негізінде Алла ризалығы үшін деп істейді амалды басы. Сөйтіп рия болады онда. Рияға да деген біраз бөлігі бар, рияның бөлігі. Ондай кезде егер рия негізінде болған болса дейді. Фаин шаракаху мин асли. Негізінде амалды бастап атқан кезде Аллах үшін және басқа үшін деген болса, ол амал бекер. Аллах Тағала оны жойып жібереді, қабылдамайды. Ал енді амалды бастаған кезде жалғыз Аллах үшін деп келді, кейін жолдан ширк қосылған болса, яғни жолдан рия қосылған болса, негізінде Алла ризалығы үшін деп амалды бастады, біраз өтіп кейін адамдарға көрсету мақсаты кірген болса оған, сол кірген кезден ол бірден оны тоқтатып тастаса, иншаллах оған ешқандай зиян жоқ. Ал енді оны тоқтатпай ары қарай жалғастыра берген болса, ғалымдардың арасында кішкентай ихтилаф бар. Бір топ оны жойылады деп алған болса, басқа бір топ иншаллах оның негізінде қай ниетпен бастаған болса, сол ниетте қалады дегендері бар. Бірақ иншаллах мен айтты оларда. Сондықтан міндетті түрде рия кірді ма, ол жолдан кірді ма, ол негізінде болды ма, пенде онан сақтануы тиіс. Бірден құтылуға әрекет қылу керек. Өйткені ол әншейін нәрсе емес. Ол істелген хайырлы амалды бәрін жойып кететін нәрсе екен. Ал иншалла ол бұрынғы ниеті, қай ниетпен бастаған болса, сол ниетінде қалады деген шейхтар, мысалы Ибн Жарир Табари, Ахмад бин Хамбал, осы нәрсе Хасан Басриден айтылады. Олар иншалла қай ниетпен бастаған болса, жолдан кірген рияның зияны болмайды деп айтады. Бірақ иншалла, егер Аллах қаласа мен айтады. Сондықтан пенде бәрібір сақтану керек екен одан. Сондықтан бауырлар, амалдарымызды сақтауға тиістіміз бәрімізде. Денелерімізді жаудан қалай сақтаймыз? Байлығымызды уырлықтан қалай сақтаймыз? Амалдарымызға одан да көп көңіл бөлуіміз керек. Өйткені байлық уырланатын болса, ол хайыр. Онда тұр, иншалла. Ол байлық негізінде ақиқи байлық емес. Ақиқи байлық ол ақыреттің байлығы. Егер жанымыз алынатын болса, ол Аллахтың қалауымен алынады. Жаудан қанша қорғасақ та оны. Сөйтіп Аллах Тағала оған екінші рет қайтадан жан береді, ол ары қарай алынбайды. Ал бірақ амалдарымыз алынатын болса, яғни ширк араласып кететін болса, онда мәңгі өмірде бақытсыз болып қалуы мүмкін пенде. Сондықтан денені жаудан сақтағаннан көбірек, әлде байлықты уырлықтан сақтағаннан да көбірек амалдарды ширктен сақтау керек. Сол нәрседен иншалла пайда болады екен. Ол ниетте болатын бірінші ширк болатын болса, екіншісі ирадатул инсан би амалихи дуния дейді. Пенде істеп атқан амалынан дүниені қалауы, байлықты ойлауы. Біріншісі айттық рия, адамдарға көрсету үшін істеу болатын болса, екіншісі бір амалды істеп жатыр, сол амал арқалы ол жақсылық қарап жатыр өзіне, бір дүниедегі бір байлықты, әлде дүниеде бір хайырлы бір нәрсеге жеткенді қалап жатқан. Бұның өзі Аллахқа ширк қосу. Пайғамбарымыз алейхиссалам одан сақтануға бұйырды. Аллах Тағала Құранда ол нәрседен қашуға бұйырды. Худ сүресінде Аллах Тағала айтады: "Ман кана юридул хаятад дуния ва зинатаха нуфи илейхим аъмалахум фиха ва хум фиха ла юбхасун. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون." Кім дүниені және оның көркемдігін қалаған болса, нуфи илейхим аъмалахум фиха. Дүниеде біз оған қалағанын беріп қоямыз дейді. Аллах Тағала айтып отыр.
кім дүниені және оның көркемдігін қалаған болса, соны ниет етіп Аллахтан сұраған болса, Аллах Тағала дүниеде оған соны беретінін айтып отыр, амалын. Байлық қалады ма, әйел қалады ма, бала қалады ма, дүниенің көркемдігін қалады ма, Аллах Тағала оған оны береді. Вахум фиха ла юбхасун дейді. Ай ла юнқасун. Олар кем болмайды. Не сұраған болса, бәрін алады дүниеде. Егер кім дүниені қалаған болса, мән кана юриду хаята дүния. Кім осы хаятты, осы дүниені және оның көркемдігін қалаған болса, Аллах Тағала оны аз қылмай, кем қылмай тұрып қалағанын береді. Аз болмайды оларға. Қалағандарын дүниеде олар алады. Ал бірақ ақыретте не бар оларға? Дүниеде олар қалағанын алғанымен. Улайкаллазина лайса лахум фил ахирати илля нар. Ақыретте ондайларға тозақтан басқа еш нәрсе жоқ деді Аллах Тағала. Ақыретте оларды тозақтан басқа еш нәрсе күтіп жатқан жоқ. Неге? Өйткені олар жақсылықтың бәрін дүниеге сұрады. Қалаған заттарының бәрі дүние болды. Байлық болды ма, Аллах Тағала береді дейді. Ва хабита ма санау фиха. Не істеген болса, оның бәрі жойылды дейді. Бұрыннан істеп жатқан хайырлы амалдар болған болса да, ол тек қана дүниені сұрағаны үшін, дүниенің жақсылығын күткені үшін Аллах Тағала оның істеген амалдарын бәрін жойып жіберді. Ва батилум ма кану яъмалун. Және бері қарай да істеп жатқан амалдарының бәрі жойылады олардың. Аллах Тағала ондайларға бір хайырлы амал қоймайды екен. Неге? Өйткені қалап жатқандары дүние. Ғибадат жасап жатыр, амал жасап жатыр дүниеде. Бірақ ойлап жатқандар ниеттері сол арқалы бір жақсылық. Жақсы өмір сүру, бақытты болу, құрметті болу, бай болу, осыны ойлап жүр ма? Ондай болатын болса, дүниеде оларға Аллах Тағала кем қылмай оны береді қалағандарын, ал ақыретте олардың баратын бір ғана орны тозақ дейді. Және олардың істеген амалдары, істеп жатқандары бәрі жойылады дейді. Осы екі аятта Аллах Тағала шынында пендеге дүниеде қалағанын беріп қоятынын айтты. Егер ол істеп жатқан амалынан дүниені қалаған болса, Аллах Тағала шынында пендеге денсаулықты беріп қояды, оған қуанышты беріп қояды, оған байлық беріп қояды, оған әйел және бала бәрін де беріп қояды. Өйткені қалауы сол еді оның. Мән кана юриду хаята дүния. Кім дүниені, хаятты осы вазината, осының көркемдігін қалаған болса дейді Аллах Тағала. Оның бәрін оған беріп қояды. Ал ақыретте оған не бар? Еш нәрсе жоқ оларға, илля нар, тозақтан басқа дейді. Имам Қатада рахмахулла айтады осы аяттың тәфсирінде: "Ман канат ад-дуnya хаммуху ва талабатху ва ниятуху, жазаху Аллаху би хасанатихи фид дуnya, сумма яфди иля ахирати ва лайса лаху хасанатан ю'та биха жаза." Кімдің уайымы, талабы және ниеті дүние болатын болса, Аллах Тағала оның жақсылықтарын дүниеде беретінін айтты. Байлық болатын болса, дүниеде беретінін айтты. Кейін ол ақыретке барған кезде оған сыйлық берілетін ешқандай жақсылығы қалмайды дейді. Дүниені сұрады ма, Аллах Тағала оған дүниеде беретінін айтты дейді. Осы аяттың тәфсирінде. Ал ақыретте оған ешқандай жақсы амалы қалған жоқ, сыйлық алатын дейді. وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة. Ал мؤмин кісі дүниеде оған жақсылығы беріледі. Дүниеде Аллах Тағала оған жақсылықтарды береді, иншалла. Ақыретте сол жақсылықтардың сыйлығын береді дейді, сауабын алады. Неге? Өйткені ол халисан лиллах деп істейді амалын. Аллах ризалығы үшін амал жасайды ол. Сөйтіп оның уайымы болмайды. Аллах Тағала оған есепсіз рызқын береді дүниеде. Ақыретте оған тағы сауабын береді дейді. Да осы аяттың тәфсирінде Шейх Мухаммад ат-Тамими айтады, сәләф ғалымдары осы аяттың тәфсиріндегі амалдарды жинап, адамдар өздері білмей істеп жүрген амалдардың түрлерін айтып өтті дейді. Біріншісі, бұл Абдулла ибн Аббастан айтылған тәфсир. Бір топ адамдар бар, олар Алла ризалығы үшін амал жасайды. Олар шынында Аллахтан қорқып, Аллах үшін амал жасайды. Садақа береді, намаз оқиды, туыстық байланысты жақсы ұстайды, адамдарға жақсылық жасайды, зұлымды тастайды. Осындай хайырлы амалдарды жасайды Аллах үшін деп. Халис Аллах деп істейді. Бірақ ол істеп жатқан амалдарынан олар ақыреттің сыйлығын күтпейді. Керісінше дүниеден сұрайды өздеріне. Аллах Тағала олардың сақтауын, байлығын сақтауын, оларға Аллах Тағала денсаулық беруін, әйел, бала беруін және жақсылық неғметтің жалғасуын. Уайым осы болады тек қана дейді. Ақыретте олар Аллахтан оның жәннатқа кіргізуін сұрамайды, әлде тозақтан құтқаруын сұрамайды, тек ана дүниеден сұрайды дейді. Сөйтіп оларға Аллах Тағала дүниеде береді, ал ақыретте ондайларға еш нәрсе жоқ дейді. Абдулла ибн Аббас сөйтіп айтты. Екіншісі, оны имам Мужахид айтады, басқа бір топ бар, олар амалдарын адамдарға көрсету ғана үшін істейді. Олардың басқа ниеті жоқ ол амалды істеп жатқаннан. Адамдарға көрсету үшін болып жатыр амалдары. Ешқандай сауап күтпейді ақыреттен. Ал бұндайлардың жағдайы бірінші топтыкінен де жаман дейді. Бірінші топтыкінен де жаман амалдары. Неге? Өйткені рия, жалғыз
мақсаттары адамдарға көрсету болды дейді. Үшіншісі, басқа бір кісілер бар, олар амалдарды жасайды, мақсаттары байлық табу. Сол істеп жатқан амалдары арқалы бір жақсылыққа жету дүниеде. Мысалы, қажылыққа барады, сол жақтан бір байлыққа тауып келу үшін. Әлде хижрат қылады, байлық табу үшін, әлде бір басқа бір әйелге үйлену үшін, әлде жихад қылады, олжа алу үшін, әлде дейік Құран оқуды үйренеді, сол жолда ақша табу үшін, бір жұмысқа кіру үшін, әлде ғылым үйренеді, бастық болу үшін. Бұлардың бәрі дүниеде қалағандарына жетеді, ақыретте оларға еш нәрсе жоқ. Төртіншісі, басқа бір топ бар, олар шынынан жүректерінен ізгі амал жасайды. Аллахтан қорқып, Аллах разы болатын істерді істейді, жалғыз Аллахқа ғана ғибадат етеді, оған серік қоспайды. Бірақ өздері білмей басқа бір мәселелерде сондай амалдарды жасайды да, күфр амалдарын жасап, исламнан шығып кеткендерін білмейді. Әлде олар мүлдем істеп жатқан амалдардың қабыл болмай жатқанын білмейді. Мысалға алатын болсақ, яһудилер, насранилер Аллахқа ғибадат етеді, садақа береді, ораза ұстайды оларда, ақыреттен сыйлық күтеді оларда. Бірақ басқа бір мәселелерде Аллахқа серік қосты олар. Кәфір болды, сөйтіп істеп жатқан амалдарынан ешқандай пайда жоқ олардың. Әлде осы умматта жүрміз деген кісілер дейді. Ғибадаттарын жасайды, жалғыз Аллахқа және оның елшісіне ихласпен мойынсыну керек деп айтады да, ақыреттен сыйлықтарын күтеді, бірақ сондай бір амалдар жасады олар, исламнан шығып кеткендерінен хабар жоқ өздерінің. Сөйтіп ақыретте оларға ешқандай сыйлық қалмайды дейді. Сондықтан пенде өте сақ болу керек екен ол ширк мәселесінде. Ол істеп жатқан амалын, ол ширктің не екенін білмесе, ол бір қатерлі іс болды. Ал ширктің ширк емес деп айтатын болса, ол қатер одан да үлкен болды. Сондықтан әрбір пенде ширктің не екенін біліп, одан сақтануға тиісті екен. Ал кім оны істемейтін болса, сөйтіп бағана айтқандай байлықты қуып кететін болса, әлде дүниеден бір жақсылықты ойлап жүрген болса, ол кісі соның ғибадатына кіріп, соның пендесіне айналады. Пайғамбарымыз алейхиссалам хадисте айтқандай, имам Бухари риуаят етеді: Таиса абду динар, таиса абду дирхам, таиса абдул қатифа, таиса абдул хамиса. Ин уътия радия ва ин лам юъта сахит, таиса ван такас ва иза шика фалан тақаш дейді. Таиса деген негізінде құлады деген сөз араб тілінде. Бірақ бұл жерде мағынасы құрыды деген сөзбен айтылып жатыр. Құрыды. Динардың пендесі құрыды, өлді. Динар ол алтын теңге. Дирхамның пендесі құрыды, күміс теңге. Қатифаның пендесі құрыды дейді. Ол қалың киім сондай. Хамисаның пендесі құрыды дейді. Ол жібектен жасалған киім. Дүния, байлық, алтын, күміс, киім, осыны кім ойлап жүрген болса, осыған жету үшін амал жасап жатқан болса, дүниеде оның бәрі құрыды дейді. Инутия радия, егер берілсе разы болады, фа ин лам юъта сахит. Ал берілмесе жек көреді дейді. Дүниені ойлап жүргендер. Дүниеге қолдары жетсе, дүниені алса, Аллах тағала оларға сыйлық, дүниеде бір жақсылық берсе, разы болады. Ал бермей қойса жек көреді. Ондай кісілер сол өздерінің жақсы көрген затының пендесіне айналды. Сондықтан да пайғамбарымыз алейхиссалам абду динар, абду дирхам, абдул қатифа, абдул хамиса деп айтып жатыр оларды. Сол алтындың, күмістің, материалдың, жібектің пендесі болып жүр олар. Ва иза шика фалан тақаш дейді. Олар жамандыққа түссе, бір қиын жағдайға түссе, бір мұсибат келсе, оларға шығуға әрекет қылған жоқ, құтылған жоқ одан дейді. Бері қарай дуа болып жатыр. Пайғамбарымыз алейхиссалам таиса ван такас. Бақытсыз болды, қор болсын ондайлар. Қасіретте болсын деп пайғамбарымыз дуа қылып жатыр ондай кісілерге. Неге? Өйткені олар Аллахты басқа нәрсеге ауысты. Дүниеде уақытша өмірде олар Аллахтың ризалығы үшін амал жасаған жоқ. Керісінше істеп жатқан амалдарынан күткені байлық болды. Сол байлықтарына кейін өздері ғибадат етіп кеткеннен хабарлары жоқ. Солардың пендесіне айналды. Сондықтан шынында пенде егер оның бәрінен бас тартпайтын болса, әлде оның әншейін бір қолда ұстау керек екенін білмейтін болса, оның пендесіне айналып кетуі мүмкін. Шейхул Ислам ибн Теймия айтады, пайғамбарымыз алейхиссалам ондай кісілерді абду динар, абду дирхам, абдул қатифа, абдул хамиса деп айтты дейді. Сол алтындың, күмістің, материалдың пендесі деп айтты дейді. Және оларға дуа қылды дейді. Қор болсын, қасіретте болсын деп. Неге? Өйткені олар қиыншылыққа түссе, қиын жағдайға түссе, шығуға әрекет қылған жоқ, шыға алмады олар ол жерден дейді. Берілсе разы болады да, алмай қалса жек көрушілер еді дейді. Ал ондайларды Аллах тағала Құранда да айтқан еді.
Тауба сүресінде Аллах айтады: "Ва минхум ман ялзиму фис садақат фа ин утур минха раду ва ин лам ю'тау минха ида хум ясхитун." Олардың кейбіреулері сені айыптайды садақа берген кезде дейді. Сен садақа беріп жатқан кезде кейбіреулері сені айыптайды дейді. Мұнафиқтардың ісі ол. Немен айыптайды? Фа ин утур минха раду. Егер оларға берілсе, садақа оларға да бөлінсе, разы болады олар. Пайғамбарымыздан, динден, Аллахтан разы болады олар. Егер келген садақадан оларға да бөлініп берілетін болса. Ал егер оларға еш нәрсе бөлінбейтін болса, еш нәрсе берілмесе, олар жек көреді. Дінді жек көреді, пайғамбарымызды жек көреді, Аллахты жек көреді. Сөйтіп пайғамбарымыз алейхиссаламға: "Сен әділетті емессің" дейді. Мына бөліністе әділеттік болған жоқ, Аллахтан қорқ деп айтады. Сондықтан олар сол нәрсенің пендесіне айналып кетті. Ал кім қандай өзіне бір бастықтықты бір қалап, әлде өзіне бір байлықты қалап, сол жолда жүрген кезде қолына түссе қуанатын болса, әлде қолдан кететін болса, осыған ашуланып ренжитін болса, онда ол нәпсіне ғибадат етіп жатқан біреу, және сол заттың құлы болып қалған болды. Осыны Шейх ул-Ислам ибн Теймия айтып кетеді. Төртіншісі масаббатуд дахр дейді. Ва нахва. Заманды айыптау, әлде уақытты балағаттау. Кейбір пенделер бар, жахилия кезінде мушриктердің істейтін еді. Бір қиын жағдай келсе, бір не қылса, ол заманды балағаттайды, айыптайды. Осы заман деген осындай болды, әлде уақытты. Мына уақыт деген сондай бір уақыт, сондай бір жаман уақыт деп, әлде негізінде қарайтын болсақ, уақыттың жаратушысы Алла. Уақыт өз еркімен, өз қалауымен еш нәрсе істемейді. Әлде заман Аллахтың қалауымен, ол өзгерді, ол бұрынғы заман басқа заман, қазіргі заман өзге заман деген нәрсе жоқ. Ол бір нәрсе. Таң атады, күн батады, ол екеуі ауысып тұр, сонымен уақыт өтіп жатыр. Ол еш нәрсе жасап жатқан жоқ. Ол ешкімге пайда алып келе алмайды, ешкімнің зиян қайтара алмайды ол. Сондай бір нәрсе. Ал пенделер жахилия кезінде адасушы еді, ислам дінінде де адасатындар, қателесетіндер бар. Сөйтіп Аллахқа серік қосатындар. Жалғыз пайда зиянның иесі Аллах болатын болса, олар сол нәрсені уақытқа беріп қояды. Жахилия кезіндегі мушриктер адасып айтатын сөздер осы еді. Құранда Аллах Тағала жайлы айтады: "Вақалу ма хия илля хаятуна дуния намуту ва нахья ва ма юхликуна илля ад-дахру ва ма лахум бизалика мин илмин инхум илля ядуннун." Мушриктердің сөзін Аллах Тағала Құранда айтады. Олар айтты: "Біздің тек қана осы хаятымыз, осы дүниеміз ғана бар." Ақыретке иман келтірмегендер еді олар. Ақыретке сенбейді. Біздің осы дүния, хаяты дүния тек қана осында дейді. Намуту ва нахья. Осы дүниеде өлеміз, тірілеміз дейді. Бұл деген бізден бір топ өледі, басқа бір халық тіріледі, өмір сүре береді. Ва ма юхликуна илля ад-дахр. Бізді өлтіретін тек қана уақыт. Таң атып күн бату, сол ауысып жатыр, сол өлтіріп жатыр бізді деп жек көреді ол уақытты олар. Сөйтіп қарайтын болсақ, біріншіден олар ақыретке иман келтірмеді, кәфір болды. Вақалу ма хия илля хаятуна дуния. Олар айтты: "Біздің өміріміз тек қана осы хаяты дүния. Осы хаяты дүния, осында ғана өмір сүреміз. Қайта тірілеміз деген жоқ." Намуту бихия ва нахья. Намут ва нахья деп тұр. Осында өлеміз, осында тірілеміз. Бір қауым бізден өмір сүріп өлетін болса, екінші қауым келе береді орнына. Өмір осында жалғаса береді дейді. Ал олардың өлтірушісі кім? Аллахқа серік қосып жатыр. Ва ма юхликуна илля ад-дахр. Бізді өлтіретін тек қана уақыт. Таң атып күн бата береді, осы бізді жоқ қылып жатыр. Жастарды үлкейтіп, қараларды алып кетіп жатыр арамыздан. Осы нәрсе болып жатыр. Бұны өлтіріп жатқан кім? Уақыт. Аллах емес. Сөйтіп сол уақытты жек көріп, сол уақытты олар балағаттап жатыр. Сол заманды олар айыптап жатыр. Демек Аллахтан хабары жоқ болған надандар екенін Аллах Тағала Құранда айтады. Және олардың өтірікші екенін айтады. Ва ма лахум бизалика мин илм дейді. Олардың бұл айтқан сөздерінде ешқандай ғылым болған жоқ. Олар бір ғылымға сүйенген жоқ. Олар бір ақылмен айтқан жоқ бұл сөздерін. Инхум илля ядуннун. Олар тек қана сондай ойлағандар. Ал негізінде уақытты балағаттауға болмайды. Әлде оны айыптауға болмайды. Оның жаратушысы, оның басқарушысы Аллахтың өзі емес пе? Сондықтан да пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам хадисте айтады, құдси хадисте Аллах Тағала айтады дейді: "Юзини ибн Адам." Адам баласы мені мазалайды дейді. Мазалайды деген, яғни Аллах біз түсінген мазалау емес. Яғни Аллахты ешкім мазалай алмайды, ешкім Аллахқа зиян жеткізе алмайды. Мазалайды деген, яғни Аллах жақсы көрмейтін, Аллах жек көретін сөзді айтады ибн Адам, адам баласы. Ол не? Ясуббуд дахра дейді. Ол уақытты балағаттайды, заманды балағаттайды. Заман осындай жаман заман, ондай не деп айтады. Ва ана дахр дейді. Мен заманмын, мен уақытпын дейді. Деген Аллах Тағала ол уақыттың жаратушысы. Уқаллибул лейла ван нахар. Күн мен түндің ауыстырушысы менмін дейді. Аллах Тағала күннен кейін түнді алып келеді, түннен кейін күнді алып келеді. Ауыстырушысы ол. Менмін уақыт, мен оны ауыстырамын дейді. Ал кім пенде
уақытты балағаттайтын болса, ол Аллахты балағаттаған болды. Кім заманды айыптаса, ол Аллахты айыптады. Сондықтан Аллах Тағала құдси хадисте айтып отыр: пенде мені мазалайды дейді. Шейх Абдурахман бин Хасан рахмахулла айтады, осы аяттың, осы хадистен Захирия мазхабын ұстанғандар, Захирия деген мазхаб болды, олар барлық нәрсені сыртқы суретімен аламыз дейді. Құран хадисте не айтылған болса, соны сыртқы суретімен қабылдай береміз бәрін. Оны басқа мағынаға өзгертмейміз дейді. Сол неден Ибн Хазм деген ғалымы сол мазхабтың дәһр деген Аллахтың сипаты бар деп алды. Аллахтың сипаттарынан біреуі дәһр деді. Өйткені әнә дәһр деді ол. Мен дәһрмін деп айтты дейді. Ал негізінде бағана айтып кеттік біз, Аллахтың хадиа деген сипаты жоқ. Ондай жаман сипаттарды Аллахқа біз бермейміз. Аллахтың мәккар деген сипаты жоқ. Дәл сондай Аллахтың дәһр деген сипаты жоқ. Өйткені Аллах Тағала бұл жерде уқаллибу лейля ва нахар деп айтып тұр. Күн мен түнді мен ауыстырамын, менмін ол істі істеп жатқан деп Аллах Тағала айтып тұр. Сондықтан бұл жерде Аллахтың дәһр деген сипаты жоқ. Ибн Хазм бұл мәселеде қателескенін айтады. Дәл осыған ұқсас амал желді балағаттау, әлде айыптау. Кейбір пенделер бар, мысалы желді айыптайды. Осына бір жел болса, не қылса, осына жек көріп оны, құртты, бәрін алып кетті, сындырды, қиратты дейтіндер бар. Негізінде ол Аллахтың қалауымен келмей ма? Аллахтың қалаған жерлеріне ғана жетпей ма? Пайғамбарымыз алейхиссалам оған тыйым салған еді ғой. Ла тасуббур рих деді ғой. Желді балағаттамаңдар. فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به дейді. Егер желден сендер жек көретін нәрсе көрсеңдер дейді, бір жердің бір нәрсесін жек көретін болсаңдар, онда мына дұғаны айтыңдар дейді. Я Аллах, біз сенден бұл желдің жақсылығын қалаймыз, және бұл желдің бұйырылған нәрсесінен жақсылықты сұраймыз деп айтты. Жел немен бұйырылады? Ибн Махджа рауаят еткен басқа хадисте айтады, жел ол Аллахтың қалауымен тәти бир рахмати ва азаб дейді. Жел кейбірде рахма, мейірім болып келеді бір топ пенделерге, Аллахтың жақсы көрген пенделеріне. Басқа бір топқа азап болып келеді ол. Егер сендер желден солына бір қиыншылық көретін болсаңдар, онда айтыңдар дейді, Аллах, біз сенден желдің жақсылығын сұраймыз, және желдің бұйырылған бұйрығынан жақсылығын сұраймыз. Неге бұйырылды ол? Сол иншалла рахмаға бұйырылған болсын, соны сұраймыз деңдер дейді. Және бұл желдің жамандығынан, желден келетін жамандықтан, және желдің бұйырылған жамандығынан пана сұраймыз сенден деп айтыңдар дейді. Бірақ желді балағаттамаңдар. Желді балағаттамаңдар. Өйткені ол Аллахтың қалауымен келді. Кім оны балағаттаса, кім оны жек көрсе, кім оны айыптаса, ол Аллахты айыптаған болды, Аллахты балағаттаған болды. Демек, Аллах Тағаланың істейтін істерінде кім егер желді әлде бағана айтқандай уақытты балағаттайтын болса, ол бірнеше қатеге жол қойған болады. Біріншіден, ол негізінде балағаттауға болмайтын нәрсені балағаттады. Әлде айыптауға болмайтын затты айыптады. Уақыттың жаратушысы Аллах. Кім уақытты айыптайтын болса, негізінде уақыт айыптауға тұратын нәрсе емес. Ол Аллахтың бұйрығын орындап жатыр. Жел Аллахтың жаратқан бір мақлуғы. Кім желді айыптайтын болса, ол айыпталмайтын затты айыптады. Өйткені Аллахтың бұйрығын орындап жатыр. Ол бір қате. Екінші қатесі, желді балағаттау деген ол ширкке алып баратын сөз. Әлде уақытты балағаттау. Неге? Өйткені ол балағаттаған кезде оны бір зиян көргені үшін айыптайды, балағаттайды. Желді болсын, әлде уақытты болсын, бір зиян көргендіктен, әлде бір пайдадан айырылып қалғандықтан істейді. Ал негізінде пайда зиянның иесі Аллах, кімге қаласа соған береді. Ол Аллахқа серік қосып қояды сонымен. Үшіншіден, кім Аллахтың істеп жатқан ісін балағаттайтын болса, айыптайтын болса, ол Аллахтың өзін айыптаған болады, әлде балағаттаған болады. Сондықтан, мана хадисте айтылғандай, пенде мені мазалайды деді. Уақытты балағаттайды, уақыт ол менмін. Басқа бір хадисте желді балағаттамаңдар деді. Сондықтан осындай нәрселердің бәрін біз Аллахқа қайтарып отыруымыз керек. Аллахтың қалауымен болып жатыр бұның бәрі. Сонда қандай жағдайда болмасын, бәрінде Аллахқа мақтау айту керек. Қиыншылық болсын, жеңілдік болсын, бәріне мақтау айту керек. Жеңілдік келсе, альхамдулилlah, шүкір қылып мақтау айтамыз. Қиыншылық келсе, басқа неғметтерін еске алып мақтау айтамыз. Және осы қиыншылықтың артынан иншалла бір хайыр бар екенін үміт етіп мақтау айтамыз оған. Өйткені барлық нәрсе Аллахтың қалауымен келеді. Ал қиын жағдай келетін болса, оны ешқашан Аллахқа қайтармаймыз. Аллах маған бір зиян қалаған шығар, Аллах менен жек көрген шығар деген емес. Керісінше, иншалла осының артынан бір хайыр бар дейміз. Өйткені Құранда Аллах айтқандай: "Ва ма асабакум мин мусибатин фабима касабат айдикум" деп тұр.
Бұл дүниеде келіп жатқан зиянға біз тек қана өзімізді ғана айыптауымыз керек. Сендерге қандай қиыншылық келген болса, ол қолдарыңмен істеген амалдарыңнан деп тұр Аллах Тағала. Пенде дүниеде жақсылыққа лайықты емес. Аллах Тағала жақсылығын бере береді. Пенде бірақ жаман амал жасайтын болса, күнә жасайтын болса, Аллах Тағала оған қиыншылық жібереді. Кәфір болатын болса, оған азап қылып жібереді. Муслим болатын болса, оған кешірім, мейірім қылып жібереді. Сол арқылы оның күнәсін кешіреді. Ал бірақ оның келуіне себепші болған өзі болып тұр. Пенденің өзі. Сондықтан Аллах айтады: "Ва ма асабакум мин мусибатин фабима касабат айдикум." Дүниеде сендерге қандай қиыншылық келген болса, ол қолдарыңмен істегендеріңден. Дүниеде келіп жатқан сыйлыққа біз себепші болған жоқпыз, бауырлар. Біз жақсы пенде болғандықтан, бір жақсы амал жасағандықтан осыған лайықты болған жоқпыз. Аллах Тағала оны бәріне беріп жатыр. Муъминге де, мушрикке де, мунафиққа да, кәфирге де Аллах Тағала дүниеде сыйлық беріп жатыр, рызық беріп жатыр, неғмет беріп жатыр. Лайықты болмаса да, ал қиыншылықты Аллах Тағала лайықты пенделерге ғана беріп жатыр. Қате жасайды олар, күнә жасайды олар, Алланың әміріне қарсы шығады, Аллах Тағала қиыншылық жібереді. Егер олар муъминдер болатын болса, бағана айтқандай, иншалла ол мейірім болып, кешірім болып келді оларға. Келуіне себепші болған өздері. Бима касабат айдикум, қолдарыңмен істеген амалдарың. Қолдары айтылған себебі, өйткені көп амалдар қолмен жасалады. Ал кәфир кісі болатын болса, имансыз кісі болатын болса, оған Аллах Тағала дүниеде беріп жатқан жазасы оның. Ал бірақ істейтін жалғыз Аллахтың өзі, басқа ешкім емес. Аллаху лази юрсилу риях. Құранда Аллах Тағала деп айтыр. Ол Аллах желді жіберуші дейді. Желді жіберетін Аллахтың өзі. Ондай болса, неге желді балағаттайды басқалар? Аллахты балағаттап жатқаннан хабарлары жоқ па? Ва тилкал айяму нудавилуха байнан нас. Бұл күндерді біз адамдардың арасында жүргіземіз дейді. Аллах Тағала ол күнді жүргізіп жатқан. Түн ауысады, күн келеді, оның бәрі Аллахтың қалауымен болып жатыр. Юқаллибуллаху лайла ван нахара инна фи залика ла аятин лиулил абсар. Аллах Тағала күн мен түнді ауыстырып тұрады. Шынында осы нәрседе көзі ашық, көзі бар адамдарға ғибрат бар дейді. Сабақ бар бұл нәрседе. Демек, оны бәрін істеуші Аллах болатын болса, кім оны жек көрсе, Аллахты жек көрген болды. Кім осы амалды жек көрсе, Аллахты жек көрді дедік. Ал муъмин барлық жағдайда Аллахтың өзіне қайтарып отырады. Жақсылық келсе де, қиыншылық келсе де, иншалла Аллахтың қалауымен болып отыр деп. Ал қиыншылық келгенде тек қана өзін ғана жек көреді. Менен ғана болды деп айтады. Ал кәфір, бағана айтқанымыздай, ол уақытты айыптайды, әлде желді. Мына жерде кейбір шайырлерді, бағана имансыз болған шайырлердің сөздерін айтып кетеді. Тіпті олар сонда бір немен уақытты айыптаған кезде оны бір өлең қылып шығарады, оны қалғандар соны жаттап жүретті, Аллахтың аяты сияқты қылып оны оқып, дәлел қылады айтып отқан сөздеріне. Я дахру вайхака ма абқайта ли ахада из анта валиду суин та'кулул валада. Шайыр осында бір сөз айтады, ақындар баны. Ей заман, қор бол сен дейді. Вайхак, сен қор бол дейді. Ма абқайта ли ахада, сен маған ешкімді қалдырған жоқсың. Аллахтың қалауымен мұсибат келіп, оның жақсы көрген пенделері өлген болса, оның жақсы көрген қасында жақындар өлген болса, оның айтып отқан сөзі ол. Я дахру вайхак. Ей уақыт, ей заман, қор бол сен маған ешкімді қалдырған жоқсың. Из анта валиду суин. Сен сондай бір жаман әкесін өз баласын жейтін дейді. Та'кул валада. Сен сондай бір жаман әке сияқтысын өз баласын жейтін. Деген бір уақытқа сондай бір жаман не қылады да, Аллахтың әміріне қарсы шыққаннан хабар жоқ. Әлде басқа бір айтатын сөзі. Qubhan li wajhika ya zamanu fa innahu wajhun lahu fi kulli qubhin burqa. Сен бетің жаман, сондай бір Qubhan деген сондай бір әдемі болмаған жаман бет. Бетің жаман, сондай уақытсың сен. Сенің бетіңде барлық жамандықтар көрінеді. Яғни сенен келетін ешқандай пайда жоқ. Сен тек қана жамандық беріп отырасың бізге деп сондай бір сөзді шайтан оларға осы өлеңді әлде сөзді бір-біріне қафиясын бір-біріне келістіріп қойды да, мәз болып олар айтты. Сол сөз жүректерінен шыққан болса, кәфір болып діннен шығып кетті. Неге? Өйткені уақыт емес еш нәрсені істеп жатқан. Заманда тұрған еш нәрсе жоқ. Ол Аллах, заманның жаратушысы, бұл заманда болып жатқан Аллахтың қалауымен болып жатқан нәрсе бәрі. Сондықтан ешкім оны айыптауға ақысы жоқ. Бесіншісі, қаулу лауд дейді. Фи баъд халат. Егер деген сөзді кейбір жағдайларда қолдану. Пенделер осы сөзден Аллахқа серік қосып қояды. Егерді. Мысалы, қиыншылық келген кезде, бір мұсибат келген кезде, қиын жағдайға түскен кезде пенде осы егер деген сөзмен Аллахқа серік қосып қояды. Егер бұлай істегенімде ондай болмас еді. Егер бұлай істемегенімде бұлай болар еді. Деген нәрсе. Қиын жағдайға түсті. Қолынан бір хайыр кетіп қалды да, әттең егер мен бұлай істегенімде ол менде қалар еді ғой деді. Ширк.
ол валлахи онда ешқашан қалмас еді. Неге? Өйткені Аллах соны нәрсені қалап қойған екен. Әлде бір қиыншылықты көрген кезде, егер ол жерге бармағанымда болмас еді ғой, ол бәрібір болар еді. Өйткені оны Аллах қалап қойған екен. Болған нәрсенің бәрі Аллахтың әмірімен болды, егер оны құтқармайды ол жерден. Сондықтан осы мәселеде де көп пенделер қателеседі. Неге? Өйткені ол тағдырға имансыздық бұл нәрсе. Yani болған нәрсе Аллахтың қалауымен, тағдырымен болып қойды. Оны өзгерту мүмкін емес. 5 минут болған нәрсе болмай қалуы мүмкін емес еді. 1 минут бұрын болған нәрсе болмай қалуы мүмкін емес еді. Өйткені Аллах оны қалап қойған екен. Ал кім оны болдырма мүмкіншілігі бар еді менде десе, ол тағдырға иман келтірмеген кісі ол. Ол дұрыс түсінбеген екен тағдырды. Оның хабары жоқ екен тағдырдан. Сондықтан ондай жағдай болған кезде пенденің істейтіні не? Тәслим, беріледі. Аллахтың қалаған осы болған екен. Тағдырға берілсін. Сабыр, сабырлы болсын. Иншалла осындан хайыр бар. Аллах Тағала бір маған сыйлықты нәсіп ететін шығар десін де, жақсы есепті күтсін иншалла. Ал енді егерге кіретін болса, оның жағдайы қиын. Мұнафиқтар осыған кірген еді, сөйтіп олардың жағдайларын Аллах Тағала Құранда айтады. Ухуд соғысында мұнафиқтар соғысқа барып, мұсылмандарды өліп жатқанын көрген кезде айтқан сөздері. Али Имран сүресінде Аллах Тағала айтады: "Яқулуна лау кана лана минал амри шейун ма қутилна хахуна." Мұнафиқтар қарат, мұсылмандар өліп жатыр. Мұсылмандар қиын жағдайға түсіп қалды. Сол кезде айтқан сөздері: "Лау кана", лау бағана сөз. Егер бізде мүмкіншілік болғанда, егер бізде ерк болғанда, бізді зорлықпен алып шықты осы кісі, Мұхаммад алейхиссалату вассалам. Қоймады. Егер бізде өзімізде ерк болғанда, ма қутилна хахуна, мына жерде біз өлмес едік. Үйімізде отырар едік, аман қалар едік. Демек бізге ерк берген жоқ ол кісі. Ол кісіге еруімізмен, осы кісіні тыңдауымызмен осындай бір жағдайға түстік деген сөздер ол. Яқулуна лау кана лана минал амри шей. Бізде бір қалау болғанда еді, өзімізде бір ерк болғанда еді, ма қутилна хахуна, бұл жерде біз өлмес едік дейді. Бұл мұнафиқтардың Құранда айтып жатқан сөзі. Аллах Тағала оларға жауап ретінде олардың өтірікші екенін айтып жатыр. Қул лау кунтум фи буютикум лабаразаллазина кутиба алейхимул қатлу иля мадажиихим дейді. Айт дейді. Пайғамбарымыз алейхиссалам бұйырады, айт мұнафиқтарға: егер сендер тіпті үйлеріңде болатын болсаңдар да, кімге өлім жазылған болса, олардың төсектеріне барар еді дейді. Өлімден қашып құтылмайсың ешқашан. Егер Аллах Тағала бүгін бір пендесіне ажалды жазып қойған болса, ол пенде қайда болса да оған жетіп барады ол. Онан қашып құтылу мүмкін емес оның. Тіпті төсегінде жасырынып жатса да оған жетіп баратынын айтады. Мұнафиқтардың бағана айтқан сөз. Егер біздің өзде қалау болғанда, біз бұл жерде өлмес едік деп айтқан еді, Аллах Тағалаға жауап беріп отыр. Айт, егер сендер үйлеріңде болатын болсаңдар да, егер біреуге ажал жазылған болса, Аллах Тағала өлімді жазып қойған болса, олардың төсегіне барар еді ол өлім. Үйлеріне барар еді ол. Онан аман болмас еді. Бұл деген тағдырға имансыздық. Мұнафиқтардың имансыздығы. Лау деген сөзді айтуымен, егер. Шынында бір қиын жағдай түскеннен кейін, егер деген сөз ешқашан хайрам нәрсе алып келмейді. Қиын жағдайға түстік. Бір сынақ болды. Бір сондай бір қиыншылық жағдай болды. Одан кейін егер деген сөз пайда алып келмейді. Ол тек қана қасірет, өкініш алып келеді. Ол деген имансыздыққа алып барады. Ол деген иманды әлсіретеді және ақидаға үлкен бір жаман әсер беретін нәрсе. Сондықтан ол нәрсені тастау керек. Әлде бір басқа аятта, Али Имранда өзінде Аллах Тағала мұнафиқтардың басқа сөзін айтады. Ол мұсылмандар барып сояқтан шахид болған кезде олардың айтқан сөздері: "Аллазина қалу ли ихванихим ва қауду лау атауна ма қутилу." Олар бауырларына айтқандар дейді, мұсылмандарға айтқан еді: "Қалыңдар осы жерде" деп айтқан еді, бауырларын тыңдамай кетті олар. Сол айтады: "Егер олар бізді тыңдап осы жерде қалғанда, олар өлмес еді ғой" деді. Тағдырға болған имансыздығы. Тағы сол сөз қолданып жатыр. "Лау атауна ма қутилу." Егер бізді тыңдағанда, бізге мойынсынғанда, олар өлмес еді. Аллахтың қалауы қайда? Ажалды белгілеуші Аллах емес пе? Мұнафиқтардың хабары жоқ онан. Олар нәпсісін айтып жатқан сөздері имансыздық. Егер тыңдағанда өлмес еді дейді. Сөйтіп Аллах Тағала оларға жауап беріп айтады: "Қул фадрау ан анфусикумул маута." Айт, өздеріңе келетін өлімді біліп алыңдар. Білесіңдер ме сендер өздеріңе өлім қашан келеді? Егер пенде басқа біреуге оны тірі қалу жолын үйрететін болса, әлде оны қашан өлетінін білетін болса, өзінікін одан да жақсы білу керек қой. Олар айтып жатыр, егер бізді тыңдағанда, олар өлмес еді. Ал ондай болатын болса, өздерің қашан өлесіңдер? Ондан хабарларың бар ма? Әрине бұл мұнафиқтардың өтірігі. Олар білмейді, өздеріне келетін еш нәрсені білмейді. Сондықтан егер деген сөз
қасиеттен басқасын алып келмейді екен. Шейхул Ислам ибн Теймия осы аяттың тәфсирінде айтады, Ухуд күнінде бір топ мұнафиқтар қайтып кетіп қалды дейді. Ухуд күнінде болған соғыста бір топ мұнафиқтар қайтып кетіп қалды. Сол кездегі олардың айтқан сөздері, Абдулла ибн Убайдың айтқан сөзі, Пайғамбарымыз ﷺ бір топ жас сахабалардың ойын алған еді. Алды да сонда менің ойымды тастайды. Мен деді ғой, тәкаппарлығы Абдулла ибн Убайдың, мұнафиқтардың бастығы. Менің ойымды тастайды, тіпті өзінің ойын тастайды, өзінің айтқанын істемейді, бір топ балдардың айтқанын істей ма дейді. Қалмаймын ол жерде тұрып кетіп қалды. Бір топ мұнафиқтар онымен қосылып кетті, тағы бір топ мұсылмандар болды дейді. Шейх Ислам ибн Теймия айтады, сол жерде бір топ мұсылмандар бар еді дейді, кетіп баратқандар. Сол мұнафиққа еріп кетіп баратқандар, пайғамбарымызға разы болмағандар. Негізінде олар бұрыннан нифақ иелері емес еді дейді. Олар нифақ келтірген жоқ пайғамбарымызға. Бірақ осы қиыншылық келгенше олар мұъминдер болған еді дейді. Сөйтіп сол қиыншылық келмей тұрып, олар егер өлсе исламда өлер еді дейді. Осы қиыншылық келмей тұрып өлсе, олар исламда өлер еді дейді. Негізінде олар толық иман келтірген сондай тақуалы мұъминдерде болған жоқ, әлде исламнан бет бұрған мұнафиқтарда емес еді дейді. Бірақ соларға еріп кетуімен солардан болды. Бұл әншейін нәрсе емес екен, сақ болу керек пенде. Мұнафиқтардың айтқан сөзі сол. Егерден өткен жоқ. Ал кім соның егеріне сеніп көнетін болса, соған еретін болса, ол сонымен бір. Тіпті бұрыннан онымен келіспей жүрген кісі болса да. Сондықтан егер деген сөз, бауырлар, ол мұнафиқтардың сипаты екен. Ол қиын жағдай келген кезде егер деген сөзді айтатындар, Аллахқа толық иман келтірмегендер, тақдырдыға иман келтірмеген кісілердің сөзі болып шығады. Ал мұъмин кісі ондай жағдайда бана айтып кетті жоғарыда. Аллах разы болатын бір сөздерді айтады. Тақдырға разы екенін білдіреді. Қиын жағдай келетін болса, сабырлы болады. Иншалла жақсы есеп күтеді. Сөйтіп пайғамбарымыз алейхиссалам жақсы көретін күшті пенделердің біреуіне айналады. Сондай болады. Пайғамбарымыз алейхиссалам айтады: "Ал-муъминул қауи хайрун ва ахаббу илаллахи минал муъминид даиф ва фи куллин хайр. Ихрис ала ма янфаука вастаин биллах ва ла та'jiz. فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان." Пайғамбарымыз алейхиссалам айтады, күшті мұъмин Аллах үшін әлсіз мұъминден жақсырақ, және Аллах оны көбірек жақсы көреді дейді. Күшті мұъминді Аллах әлсіз мұъминден көбірек жақсы көреді. Және ол жақсы әлсіз мұъминден көре. Вафи куллин хайр, бірақ екеуінде де жақсылық бар. Әлсіз болсын, мұъмин күшті болсын, екеуінде де иншалла хайр бар, екеуінде де жақсылық бар. Бірақ Аллах Тағала бәрібір күшті мұъминді әлсізден көбірек жақсы көреді. Күш дегенде дененің күші емес, бауырлар, тек қана жүректің күштігі, иман, таухид, ақиданың күштілігі. Ондайларды Аллах Тағала әлсіздерден көбірек жақсы көреді дейді. Ихрис ала ма янфаук, насихат айтып отыр. Өзіңе пайдалы болған істі ұстан, өзіңе пайда болатын істі істе. Вастаин билла, барлық жағдайда Аллахтан көмек сұра. Ва ла та'jiz, әлсіз болма. Әлсіреме, сабырлы бол деген. Фаин асабака шейун, егер саған бір қиыншылық келетін болса, егер бұлай істегенімде бұлай болар еді деме дейді. Валакин қул, бірақ бұлай деп айт дейді. Qadarullohi ва ма шаа фа'ал. Аллахтың қалауы, Аллахтың тағдыры не қалаған болса болды. Осы Аллахтың тағдыры не қалаған болса болды деп айт дейді. Фаин лау, егер лау дейтін болсаң, шайтанның ісі болды. Егер дейтін болсаң, шайтанның амалын ашасың. Сондықтан егер деме. Егер бұлай болса бұлай болар еді деме. Керісінше, Qadarullohi ва ма шаа фа'ал. Аллахтың тағдыры не қалаған болса болды. Не берген болса өзінікін берді, нені қайтып алса өзінікін алды. Солай. Аллахтың қалауы болды деп айт. Басқасына кіріспе. Шейх ибн Тейми осы мәселеде бір жақсы сөз айтады. Ла та'jiz ан мa'мурин ва ла tajza min maqdur дейді. Бұйрықтан әлсіз болма дейді. Бұйырылған нәрсеме оны істе. Бұйрыққа әлсіз болма. Қандай бұйрық бар? Аллах Тағала не нәрсеге бұйырды? Пайғамбарымыз алейхиссалам қандай бұйрығы бар? Оған әлсіз болма, әлсіздік жасама. Оны күшті болып істе оны. Ва ла tajza min maqdur, тақдырны жек көрме, ренжіме. Тақдыр қылынған нәрседен ренжіме, жек көрме оны дейді. Аллах Тағала нені қалаған болса саған, альхамдулилля де. Қиын болсын, жеңіл болсын, альхамдулилля. Пайғамбарымыз алейхиссаламның амалы сол. Қандай жағдайда болмасын, альхамдулилля.
Қиын жағдай болса да альхамдулилля ала кулли хал деуші еді. Барлық жағдайда Аллахқа мақтау болсын. Басқасын айтпайды. Шейх Ибн Қайим рахимахулла айтады, егер пендеден бір жақсылығы өтіп кететін болса дейді, бір пенде бір күтіп жатқан тақдыр болды пендеге де, сондай бір өзіне бір қалаған жақсылыққа жете алмай қалса, онда бір екі жағдайда болады олар дейді. Бір тобы бар, халатул ажз, әлсіздікте болады дейді. Олардың амалдың, шайтанның амалын ашатындар олар дейді. Сөйтіп егер деген сөзге кіреді дейді. Егер бұлай болғанда бұлай болар еді, бұлай істегенде бұлай болмас еді дегендей. Ол сөзден ешқандай пайда жоқ дейді. Керісінше ол шайтанның есігін ашып жатыр дейді. Басқа бір топ бар, қиын жағдай болған кезде, әлде Аллахтың қалауымен тақдыр келген кезде олар тоқтайды. Анназар дейді, қарайды. Тақдырға қарайды, жақсы не қылады да, біледі. Аллах қалағаны үшін ғана бұл нәрсе болып жатыр. Аллах қаламағанда ол болмас еді. Аллах қаламаса, ешкім одан жоғары бола алмас еді, оны жеңе алмас еді. Соны біледі да, тақдырға мойынсынады дейді. Негізінде пенденің ісі осы болу керек. Қандай жағдайда болмасын, Аллахтың қалауымен болды деп жек көруге болмайды. Өйткені егер пенде Аллах Таала маған осы бір зиянды қалапты дейтін болса, Аллах жайлы жаман ой ойлады. Оның өткенде айтып кеттік ширк екен. Егер ол әншейін күтпеген жерден болып қалды, ешқандай даналықсыз болды десе, ол Аллахты айыптады. Аллахты надан деді. Бұл күфір. Одан сақтану керек. Ал енді егер дейтін болса, бұлай істегенде бұлай болар деп, ол тақдырға дұрыс иман келтірмеген кісі болып шықты. Ол Аллахқа серік қосты. Сондықтан қандай жағдайда болмайық бауырлар, қандай қиыншылық келмесін, бәрінде айтатын сөзі мұъминдің бір нәрсе болу керек. Qadarullohi ва ма шаа фаал. Аллахтың тақдыры осы, не қалаған болса сол болды. Өйткені оның тақдырынсыз, оның қалауынсыз еш нәрсе болмайды. Инна кулла шайин халақнаху биқадар. Біз барлық нәрсені тақдырымен жараттық деді. Әрбір нәрсе қашан, қай жерде қалай болатынын Аллах Таала белгілеп қойған, ол ешқашан өзгермейді. Егер Аллах Таала бір пендесіне ажалды жазып қойған болса, оны белгілеп жазып қойды. Оны белгісіз қылған жоқ. Оның өлетін жерін, оның өлетін жағдайын, немен өлетінін, қалай өлетінін белгілеп қойды. Ол басқа нәрсемен, басқа жерде, басқа уақытта өлуі мүмкін емес. Сондай жағдай болатын болса, басқа бауырлардың айтатын бұл жерде Qadarullah. Аллахтың тағдыры ма шафаа. Не қалады, Аллах соны істеді дейді. Егер мені тыңдағанда ол өлмес еді, егер ол жерге бармаса аман қалар еді деген нәрсе болмайды. Өйткені бұның бәрі өтірік, тақдырға имансыздық болады екен. Аллах Тааланың Құранда айтты. Егер оларға ажал жазылатын болса, олардың төсектеріне барар еді ол. Әлде өздеріне келетін өлімді білсін, егер олар шындықты айтып жатқан болса деп тұр. Иншалла, Аллах Таала бәріміз ақиқат тыңдап, ақиқатқа ерушілерден қылсын. Иншалла. Субханакаллахумма ва бихамдика, нашһаду ан ла илаха илля анта,